Дабыл чемоданы құтқарушылар келгенге дейін немесе жер сілкінісі, су тасқыны, өрт және тағы басқа төтенше жағдайларда аман қалуға арналған заттардың негізгі жиынтығы деп аталады. Біз сейсмикалық белсенді аймақта тұратынымызды ескере отырып, бүгіннен бастап дабыл чемоданын дайындау қажет. Оның ішіне ақша, құжаттар, дәрі қобдишасы, бір адамға тәулігіне 3-4 литр есебінен су, консервілер, жоғары калориялық тағам, жеке гигиена құралдары, жылы киім, көрпе, керек құралдар, ол радио қабылдағыш, фонарь батарейкасымен, сіріңке, құралдар және ысқырық. Осы айтылған заттардың бәрі дабыл чемоданына жинау қажет.